Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер және студенттер. Мен Баязитова Айдина Маликовна Жетісай гуманитарлық техникалық колледжінің дизайн және өнер кафедрасының арнайы пән оқытушысымын. Мен бүгінгі сабағында киім құрастыру пәнінен бүкпелердің орнын ауыстыру тақырыбында сіздерге бейне сабақ өтпекшімін. Жалпы біздің бүгінгі сабаққа тоқталмас бұрын өткен тақырыпта пысықтап өтейік. Жалпы бүкпе дегеніміз не? Өткен тақырыпта біз бүкпелер жайлы жалпы түсінік бергенбіз. Ақмарал айтып бере қойшы. Бүкпе дегеніміз бұйымның ұзындығы немесе барлық еніне жүргізілмейтін толық тігіс болып саналады. Иә, бүкпелерді солай шеткі тігістерін закрепить етеміз, иә. Жалпы бүкпе бұйымның қай жерлерінде орналасады, Айдана? Бүкпе ол әйел адамның кеуде киіміне алдыңғы бой және артқы бой бөліктерінде бүкпе сызықтары болады. Қынамалы киімнің, яғни денеге жабысып тұратын киімнің алдыңғы бой және артқы бой бөліктеріне бүкпе салынады. Иә, алдыңғы және артқы бойларда бүкпелер салынады, бел деңгейінде және де жоғарғы бүкпелер салынады. Жалпы бүкпе не үшін жасалады, Гүлжанат? Бүкпе бұл әйел адамдардың бейнесін әдемі етіп көрсетіп тұрады және көкірек тұстарын әдемі етіп тұлғаны әдемілетіп тұрады. Иә, тұлғаның ерекшелігін көрсетіп тұру үшін, киімнің қонымды болу үшін ең маңызды адамдардың бірі осы бүкпе дайындау кезеңдері. Жалпы бүкпенің қандай түрлері бар, Әйгерім? Жалпы бүкпенің екі түрі болады, қималы бүкпе және қимасыз бүкпе болып. Қималы бүкпе ол қалың матадан тігілген бұйымдарда болады, ал қимасыз бүкпе ол жұқа матадан тігілген бұйымдарға салынады. Иә, өте дұрыс. Жалпы біз сабағымызды пысықтап өттік, бұған дейін өтілген сабақтарды. Енді сабағымызды бастайтын болсақ, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бүкпелердің орнын ауыстыру тәсілдері. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бүкпелердің орнын ауыстыру тәсілдері. Сабағымыздың мақсаты студенттерге кеуде бүкпесін ауыстырудың әртүрлі тәсілдерін меңгерту, олардың кәсіби шеберлігін, өз мамандығына деген қызығушылықтарын, сүйіспеншіліктерін арттыру, студенттерді ептілікке, талғампаздыққа тәрбиелеу. Жалпы бүкпе дегеніміздің қынамалы киімдерге қолданылатындығы жаңа студенттеріміз атап өтті. Оның қималы және қимасыз түрі бар. Қалың материалдарды бұйым дайындаған кезде қималы бүкпе пайдаланамыз, ал жұқа материалдардан бұйым дайындаған кезде қимасыз бүкпені пайдаланамыз. Бүкпені дайындаудағы негізгі қадамдар: модельдің сыртқы түрімен танысу, модельді дайындауға арналған маталардың қасиеттерімен танысу, киімнің негізгі сызбасына көмекші сызықтарды жүргізу, киімнің бөліктеріне қандай сәндік өзгеріс енгізу керектігін анықтау, киімнің бөліктеріне сәндік өзгерістерді енгізу. Жалпы, мына суретте қарап отырсаңыздар, бүкпелердің қолды ойынысына, мойын ойынысына және бел бүкпесіне, жан бүкпесіне ауыстыру түрлері көрсетілген. Осы жұмыстар қалай атқарылады? Бүгінгі сабағымызда енді осы бүкпелердің қолды ойынысына, мойын ойынысына, жан тігісіне, бел тігісіне және ортаңғы бойдың алдыңғы тігісіне ауысқан кезде қалай жасалатындығын көрсетеміз. Практика жүзінде біз сіздерге үйде дайындау үшін ыңғайлы болатын макеттік тәсілін қолданып отырмын. Сіздер білесіздер, кез келген практикалық жұмысты атқаратын кезде жұмыстың атқарылуының технологиялық картасы шығарылады. Біз жоғары бүкпенің бүйір қиығына ауыстыру әдісін қарастыратын болсақ, сол макетті жасаудың нұсқау картасы. Осы нұсқау карта бойынша сіздер кез келген бұйымда өздеріңіз жасап ала бересіздер макетті. Ендігі кезекте жоғарғы бүкпенің алдыңғы бойдың әртүрлі бөліктеріне ауысу тәсілдерін қарастыратын болсақ, бізге бірнеше қажетті материалдар
керек, иә. Соған қажетті материалдарымыз бірінші кезекте алдыңғы бойдың негізі, одан кейінгі түрлі түсті қағаздар, қайшы қажет, сызғыш, қаламсаптар және скотч пен скотч кескіш қажет болады, иә. Жалпы бірінші кезекте біз қарастыратын болсақ, алдыңғы бойдың жоғары бүкпесін жан тігісіне ауыстыру тәсілін қарастырайық. Ол үшін біз дайын болған біздегі киім негізінде жан бүкпені тең жарты екіге бөліп аламыз да, одан 2-3 см жоғарғы жерде нүкте қоямыз. Сол нүктені жоғарғы бүкпенің төменгі нүктесіне дейін сызықпен қосып шығамыз. Сол сызық бойымен киім негізін қырқамыз. Қырқып алып, жоғарғы бүкпені жаба отырып, біз жаңа модельді түсті қағазға суретін сызып аламыз. Түсті қағазға сызба дайындаймыз. Жоғарғы бүкпені шалып, жан бүкпесін ашамыз. Бел бүкпесінің орнын белгілейміз. Және сызып алған сызбаны қырқып аламыз. Мен негізі осы сабаққа 3/1 көлемінде дайындалған, масштабпен дайындалған бұйым сызбасын әкелдім. Себебі бізге кішкене көрнекілік болсын деп. Біздер жұмыс дәптерімізге 1/4 масштабта сызатын едік, қыздар. Сол 1/4 масштабта сызатын негізгі сызбаны алсаңыздар да болады, сіздер үй жағдайында макет жасаған кезде. Ал мен 1/3-ті алдым. Кішкене көрнекілік болсын деп сабақ барысында. Бүкпені дайындаймыз. Скотчпен бекітеміз. Білесіздер, бүкпе төмен қарап тұру керек. Ал бел бүкпесі бір-біріне қарама-қарсы түсу керек. Артқы бой бізде өзгеріссіз болғандықтан, артқы бойдың тек қана бел бүкпесін ғана жасайтындықтан, мен бұны үйден дайын етіп алып келгем. Уақытын үнемдеу мақсатында. Біздің жан тігісіне ауысқан бүкпемізді дайындап алғаннан кейін скотчтың артқы жерлерін қырқып отырамыз. Алдыңғы бой мен артқы бойды біріктіреміз.
артқы болып бүктейміз. Сонымен жалпы біздің бүкпенің жан тігісіне ауысу тәсілімен макет жасадым. Макетіміз дайын болды. Жалпы жан тігісіне жоғары бүкпенің ауысу тәсілін осылай орындауға болады, қыздар. Ендігі жоғарғы бүкпені ауыстырудың тағы бір тәсілі жоғарғы бүкпені бел сызығындағы бүкпеге ауыстыру тәсілі. Ол үшін тағы да нұсқау картасы дайындалған. Осы нұсқау картасы бойынша жасап үйренесіздер. Жоғарғы бүкпені бел бүкпесіне ауыстыру тәсілін қарастыратын болсақ, жалпы сызғышпен бел бүкпесінен жоғарғы бүкпесінің төменгі нүктесіне дейін сызық түсіреміз. Сол сызықтың бойымен қырқамыз. Дайын болған жаңа модельді түсі қағазға сызбасын дайындаймыз. Бел бүкпесіне жоғарғы бүкпе ауысқан кезде, қыздар бел бүрмелі киімдер бар ғой, соларды дайындау кезде осы тәсіл қолданылады. Және бірнеше қатпар жүргізуге болады бел деңгейінде ондай киімдерде. Жалпы біздің бел деңгейіміз өте кеңейтілген, бізге ыңғайлы пішім пайда болды. Осыған бел бүкпесінде бірнеше бүкпе түсіреміз. Бұйымның алдыңғы бойы дайын. Бұның алдын ала дайындаған артқы бойымен бір кірсек, скотчтың артық жерлерін қырқып отырамыз. Мінекей жоғарғы бүкпені жауып, оны бел бүкпесіне ауыстыру тәсілі арқылы мен бұйымның бел бүкпесін кеңейттім. Сөйтіп, осындай макетті жасап алуға болады.
Сонымен жоғарғы бүкпені ауыстырудың тағы бір тәсілі жоғарғы бүкпенің қолтық ойындысына ауысуы. Ол үшін біз жаңа киім негізінің сызбасын аламыз. Киім негізінің сызбасы қолтық ойындысына жоғарғы бүкпені ауыстыру тәсілін орындау үшін біз киім негізінің сызбасын аламыз. Сөйтіп осы қолтық деңгейін үшке бөлеміз және төменгі нүктесінен жоғарғы бүкпенің төменгі нүктесіне дейін сызық жүргіземіз сызғышпен. Осы сызық бойымен қырқып шығамыз. Осы алынған жаңа модельді түрлі түсті қағазға көшіреміз. Сызбаны көшірген кезде мына қолтық ойындысына ауысқан бүкпені болса қаттырақ басыңқырасаңыздар арғы бетіне де ізі түседі. Бүкпенің. Modelde қырқып аламыз. Енді қолтық ойындысына ауысқан бүкпені жасаймыз. Бүкпе төмен қарап тұру керек. Қолтық ойындысына бүкпені дайындадық. Енді бел бүкпесін дайындасақ. Алдын-ала дайындалған артқы ойға қосамыз. Артқы бойдың, алдыңғы бойдың жан тігістерін қосамыз.
Koltuk oyuncusuna avuşturdum. Maketi dahil. Жалпы тоқталып өтеміз қазір. Енді жоғарғы бүкпен ауыстырудың тағы бір тәсілі алдыңғы бойдың ортаңғы сызығына ауыстыру. Алдыңғы бойдың ортаңғы сызығына ауыстыру үшін негізгі сызбаны аламыз. Ол үшін бұйымымыз белден қырқылған болу керек. Сол алдыңғы бойдың орта сызығына жоғарғы бүкпенің төменгі нүктесін қосамыз. Сол сызық бойымен қырқып шығамыз киім негізін. Сөйтіп, түсті қағазға жаңа модельдің сызбасын дайындаймыз. Жоғарғы бүкпені жаба отырып, біздің бел деңгейіміз сонда кеңейеді. Бел бүкпесінде осыған қосып жіберуге болады, қыздар. Шетін сызып шығамыз. Сөйтіп оны қырқамыз. Бұл негізінен бел бүкпесіне ауыстырған тәсілге ұқсас болады. Негізі мұнда да бұндай үлгідегі бүкпенің ауыстыру тәсілін бел бүрмелі киім дайындаған кезде, немесе белге бірнеше қаттарды қатар түсіруді мақсат еткен кезде осы тәсіл қолданылады. Біз жаңа бел бүкпесін, жоғарғы бүкпенің бел бүкпесіне ауысқан тәсілі болған кезде екі бүкпе дайындауды қарастырдық. Ал бұл жерде мен сәл өзгешірек бел деңгейінде үш түрлі қаттардан дайындалуын көрсеткім келіп отыр. Бүрмені көп етіп жасауға да болады. Жалпы dayım olsa. Жалпы бел деңгейінде үш қат бардан дайын болды. Оң жағында үш қат бар, сол жағында үш қат бар. Жалпы 6 қаттардан кейін судағы дайын болды. Бұны дайын болған алдыңғы бойды артқы бойға қосамыз. Екі көздерін қосайық. Şunlar taşıdığım kırık oturamız.
жан тігістерін қосайық. Алдыңғылармен артық болдым. Мінекей. Жоғарғы бүкпенің алдыңғы бойдың орта сызығына ауысқандағы дайындалған макет. Сіздерге мен жалпы технологиялық картаны жіберген болса да, WhatsApp-қа солдан дайындап ала бересіздер. Сол бойынша қадамдарды көрсетілген. Бірінші кезекте не істелу керек, екінші кезекте не істелу керек. Сол бойынша дайындап ала бересіздер. Құрметті студенттер, мысал үшін осы 4 тәсілді қазір бір көріп өттік қой. Тағы бір тәсілі бар. Жоғарғы бүкпені ауыстырудың. Жоғарғы бүкпені мойын ойынысына ауыстыру тәсілін қарастырайық. Енді нұсқау карта бар. Сол бойынша орындаймыз. Бұл үшін біз алдын ала сызбалынған жаңағы киім негізінің сызбасын аламыз. Одан мойын ойынысынан нүкте белгілейміз. Төменірек жағынан орта тұсынан немесе. Соны белгіленген нүктемен жоғарғы бүкпенің төменгі нүктесіне дейін сызық жүргіземіз. Сол сызық бойымен қырқамыз. Бізде мойын ойындысы кеңейтілген жаңа модель пайда болады. Жоғарғы бүкпені жапқан кезде. Жоғарғы бүкпені жауып, скотчпен бекітіп отырмыз. Жаңа модельді түрлі түсті қағазға түсіреміз. Сіздерге жаңа айтып өттім. Бүкпе жүретін жерді сәл қаламсапты батырыңқырап жасасаңыздар, келесі бетке бүкпенің орны бөлініп тұрады. Қаламсап сәл батырыңқырап сызған кезде. Сызбасын дайындап алып, сызық бойымен қырқып шығамыз. Жалпы, мінекей, мойын ойындысы кеңейтілген бұйымның сызбасы есебі дайын болды. Жалпы осылай мойын ойындысы кеңейтілген бұйымды дайындасаңыздар да болады. Әйтпесе мойынға бірнеше бүрмелер, қатпарлар түскен бұйым дайындасаңыздар да болады. Біз кішкене бір-екі қатпар түсіріп, бір-екі бүкпе дайындап, соны көрсетейік. Мысалы, білесіздер, бүкпелер ішке қарау керек.
екі бүкпе қаттап түсірдім. Енді бел бүкпесін өңдейміз. Дайын болған алдыңғы бойды артқы боймен біріктіреміз. Артқы бойның иық тігістерін біріктіреміз. Алдыңғы боймен артқы бойдың иық тігістерін қосайын деседі. Больше натяжем, как-то ставить. Және жан тігістерін біріктіреміз алдыңғы мен артқы бойдың. Және артқы бойды біріктірдік. Құрметті әріптестер және студенттер, мен сіздердің назарларыңызға жоғарғы бүкпені ауыстырудың бірнеше тәсілін қарастырдым. Жалпы жоғарғы бүкпені мысал үшін мойын ойындысына ауыстыру кезінде мойын ойындысына немесе кеңейтілген бұйым дайындау үшін қажет бұл мойын ойындысына бірнеше қаттар түсіру немесе бүрме қою бұйымдарын жасаған кезде қажет. Бұл осы тәсілді пайдаланамыз. Ал енді жоғарғы бүкпенің қолтық ойындысына ауысқан тәсілінде бұйым мынандай пішінде болады. Бүкпені қолтық ойындысына түсіреміз. Ал мына тәсілімізде бүкпенің бел бүкпесіне ауысқан тәсілі. Бұл жерде біз бүкпені екеулетіп жасадық. Бел деңгейіміз біздің кеңейтілген болғандықтан жоғарғы бүкпенің есебінен бел бүкпесін екеулетіп жасадық. Сонымен бірге ең бірінші қарастырған тәсіліміз жоғарғы бүкпенің жан тігісіне ауысқан тәсілі. Осы жан тігісінен біз бүкпе түсірдік. Біздің көкірегіміздің ерекшелігін көрсету үшін қынамалы бұйым дайындаған кезде осыларды пайдаланамыз. Ал тағы бір тәсілі жоғарғы бүкпені алдыңғы бойдың орта сызығына ауыстыру тәсілі. Жоғарғы бойдың бүкпесін алдыңғы бойдың орта сызығына ауыстырған кезде біздің бел деңгейінде қырқылған болуы керек киіміміз. Бел бүкпесіне ауысқан кезде де солай болады. Осы кезде біздің бел деңгейі киімнің өте кең болады да, ол жерге бүрме қойсақ та, бірнеше қатпар немесе бүкпелер орнатсақ та болады. Осындай пішінді киімдерді дайындап алсақ болады. Мен негізі бүгінгі сабағыма басында да айтып өттім, 1:3 масштабта бұйымның сызбасына келдім. Кішкене макеттерін көрнекілік болсын деп. Өздеріңіз біздер үнемі сабақта киім негізінің сызбасын 1:4 масштабпен дайындайды дедіңдер. Қыздар, сол бойынша үйде мен сіздерге WhatsApp-тан жіберемін, осыны Платонусқа жүктеймін. Осы технологиялық карталар бойынша осы қадамдарда қарай отырып жасап көрсеңіздер болады. Енді бүгінгі сабақты пысықтап өтетін болсақ, бүгін біз жоғарғы бүкпені алдыңғы бойдың бірнеше бөліктеріне
ауыстыру тәсілдерін атап өттік. Енді сол жоғарғы бүкпені алдыңғы бойдың бөліктеріне ауыстырудың кезеңді жұмыстардан тұрады екен. Сол бүгінгі тақырыпты пысықтап өтетін болсақ, сіздерге сұрақ берейін. Бүкпені бүйір қиығына ауыстырудың тәсілдерін айтып берші, Айдана. Жоғарғы бүкпені бүйір қиығына ауыстыру, бүйір қиығы сызығын тең бөліп, бөлу нүктесіне жоғарғы қарай 1,3 сантиметр өлшеп, сол нүктені жоғарғы бүкпенің төменгі жағына түзу сызықпен қосамыз. Пішілген бұйымды сызық бойымен қиып, жоғарғы бүкпені жабамыз. Ал жаңа бүкпені бүйір қиығы жағына 2-3 сантиметрге жылжытамыз. Өте дұрыс. Енді жоғарғы бүкпені бел сызығы деңгейіндегі бел бүкпемізге ауыстыру тәсілін айтып берші. Қасымбек Гүлжанат. Бұл жағдайда киім бел сызығында қиылуы тиіс, және жоғарғы бүкпенің бел сызығын қиып аламыз. Және жоғарғы бүкпенің төменгі сызығына дейінгі сызықты қиямыз, және жоғарғы бүкпені жабамыз. Және жоғарғы бүкпені жапқан соң, бел сызығындағы бүкпеден тігіс жүргізуге және қатпар істеуге және бүрме жасауға болады. Өте дұрыс. Жоғарғы бүкпені енді қолтық ойындысына ауыстыру тәсілі қалай орындалады екен? Әйгерім айтып берші. Қолтық ойынсы сызығын тең 3 бөлікке бөліп, төменгі бөлігін нүктесін және жоғарғы бүкпенің төменгі жағын түзу сызықпен қосып аламыз. Сосын сол сызықты қиып, жоғарғы бүкпені жабамыз. Ауыстырылған бүкпенің соңғы жағын 2-3 сантиметр қолтық ойынсы жағына жылжытамыз. Өте дұрыс. Жалпы, Қажапова Мадина, жалпы бүкпелерді ауыстырудың негізгі қадамдарын айтып берші. Киімді декоративтік сәндеуде маңызды қадамдар дейді. Бірінші моделдің сыртқы түрімен танысу қажет. Сосын модельді дайындауға арналған материалдардың қасиеттерімен танысу керек. Үшінші, киімнің негізгі сызбасына көмекші сызықтарды жүргізу қажет. Киімнің бөліктерінің қандай сәндік өзгеріс енгізу керектігін анықтау қажет. Киімнің бөліктеріне сәндік өзгерістерді енгізу қажет. Өте дұрыс. Жалпы қыздар, сіздердің жауаптарыңызға қарай отырып, мен бүгінгі мақсатымызға қол жеткіздік деп ойлаймын. Сіздер жоғарғы бүкпені алдыңғы бөліктің бірнеше бөліктеріне ауыстыруды жақсы меңгердіңдер деп ойлаймын. Мен сіздерге Zoom платформасында сабақты өттім. Сіздер жақсы меңгердіңіздер, көріп отырмын. Енді осыны сіздерге WhatsApp желісіне жолдаймын, технологиялық карталарды. Сонымен үйде бүкпелердің алдыңғы бойдағы ауысу тәсілдері бойынша бірнеше макеттер жасап, ең кемі сол 5-6 макет жасайсыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқытушылар және студенттер. Бүгінгі Баязитова Дина апайдың бейне сабағына қатыстым. Осы бейне сабақтан өте көп тәжірибе жинадым жас маман ретінде. Өте түсінікті түрде болды. Макеттер жоғары деңгейде жасалынып шықты. Және студенттерге де өте түсінікті болды деп ойлаймын. Баязитова Дина апайдың сабағы